сайлауға шыққан бір малшының ермек деген баласы еліктің лағын ұстап алады. Бұлақ А дегеннен ақ әдемі көрініпті. Түсі қызыл қоңыр, арқасына қатар-қатар ақ теңбіл шұбар бар. Өзі қап-қара, аяқтары ұзын. Бұлақтың шыңғырған даусын естіген енесі алаңқайынан шықты. Бәу-бәу деп бақырып баланы айланан шапқылады. Енді оның енесіне көрсетпей шұрмайының жалынлап сәулетті үйшік. Міне айдалада бір ісқазған өтіп бара жатыр еді. Үйшікті көріп тоқтады да: сәулетті үйшік тым жақсы. Үйшікте кім бар, тіл қатшы деді. Арыстан мен тышқан. Ертеде орман патшасы Арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Бір кезде бір тышқан ойнақтап үстінен жорғалап жүргенін сезіпті. Арыстан ұйқысынан ызаланып оянып, тышқанды ұстап алып өлтірмекші болғанда, тышқан жалбарынып: «Тақсыр, мені өлтірмеңізші, бір жолға кешіре көріңіз. Бір күні менде бір қызметіңізге жарармын», депті. Арыстан оның сөзіне күліп: «Сен өзің кішкентай бір тышқансың.